Қазіргі таңда балалар тұтынып жатқан қаншама өнімдердің құрамында аса қауіпті қоспалар мен зиянды заттардың толып жатқандығын білесіз ба? Сіздің көз жұма ештеңе етпейді деп беріп жүрген тағамдарыңыз толған консерванттар, эмульгаторлар, трансмайлар, былайша айтқанда нағыз у. Ал одан кейін балам неге ауыра береді, баламның неге әрі тілі шықпайды, неге иммунитеті төмен, бас ауырады, көңіл күйі ылғи да жоқ, әлсіздік бар деп айтасыздар. Онда неге қазірден бастап жеп-ішіп жүрген нәрселерімізге көңіл бөлмеске? Бала кезінде дұрыс тамақтанбаған адам ересек өмірде түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Қазіргі таңда дұрыс тамақтанбау, теледидар мен гаджет қарап отырып тамақтану, фастфудтар жеу балалардың әдетіне айналған. Балаларда дұрыс тамақтанбаудың салдары қандай болуы мүмкін? Көмірсулардың көп болуы, яғни тәттілер, кәмпиттер, печенье, фастфудтар қандағы қант мөлшерін тез көтереді. Ұйқы безінің жұмысын бұзып, қант диабеті мен семіздік тудыруы мүмкін. Майлардың көп болуы, чипсы, тәтті нан мен пицца қандағы холестерин мөлшерін көбейтеді. Сонымен қатар, жүрек-қан тамыр ауруларын туғызуы мүмкін. Тұздардың көп болуы, чипсылар, снекелар, консервіленген азық-түлік, жартылай өңделген фабрикаттар ағзадағы сұйықтықты көбейтіп, артериалдық қысымды көтереді, ісінуге әкеп соқтырады. Баланы пайдалы тағам жеуге қалай үйретуге болады? Бала дұрыс тамақтану үшін оны кішкентай кезінен-ақ үйрету керек. Дұрыс тамақтану үрдісін қалыптастыратын басты адам ол ата-ана. Күн сайын ересек адамдар үстелге қоятын тамақ арқылы баланың тамақтану әдеті қалыптасады. Зиянды тағамдарды неге ауыстыруға болады? Мысалы, шұжық пен сосискаларды тауық пен балық өнімдерінен жасалынған тағамдарға алмастыруға болады. Себебі шұжықтар мен сосискаларда өте көп мөлшерде трансмайлар, бояуыштар және қоспалар көп болады. Ал пісірілген тауық еті және балықта ағзаға қажетті ақуыз бен омега-3 майлары бар. Ақ нан мен түрлі тоқаштарды дәнді дақылдардан дайындалған нандарға ауыстыру қажет. Ақ нан мен түрлі тоқаштардың құрамында ағзада ісінуді туғызатын глютен болады. Ал дәнді дақылды нандарда қажетті витаминдер мен микроэлементтер көбірек сақталады. Нутелланы арахисті пастаға ауыстырыңыз. Қарапайым бір нутелла банкасында көп мөлшерде қант және консерванттар болады. Арахисті паста көбіне еш қоспаларсыз таза арахистан жасалады және әлдеқайда дәмдірек келеді. Газдалған сусындарды смузи және кербалды шайларға алмастырған жөн. Газдалған сусындар ағзаға аса қауіпті Е қатарлы эмульгаторларға толы болады. Үй жағдайында дайындалған смузи, коктейльдер еш қоспасыз, таза күйінде жасалады. Ал ромашка, жалбыздан гербалды шайлар шөлді әлде қайда тез басып, нерв жүйесін тыныштандырады. Тәттілер мен конфеттерді жидектер мен жаңғақтарға алмастырған дұрыс. Түрлі тәттілер қандағы глюкозаны көтеріп, воспалениялар туғызады. Құлпынай, таңқурай сияқты жидектерде флавоноидтар болуының себебінен иммунитет көтеріледі, ал жаңғақтар пайдалы майларға толы болады. Балаларда дәрумен жеткіліксіздігі неге әкеп соғады? Бала әртүрлі тамақ жесе ғана дамуына қажетті дәрумендер мен минералдарды алады. Олар жетіспесе, баланың денсаулығында ақау пайда болуы мүмкін. Мысалы, Д дәрумені сүйек пен тістің саулығы үшін, сондай-ақ иммундық жүйенің жақсы жұмыс істеуі үшін қажет. Д дәруменінің жетіспеушілігі сүйекті әлсіз етіп, иммундық жүйенің нашарлауына ұшыратады. Ал С дәрумені нағыз антиоксидант болып саналады. Ол ағзаны зиянды заттардан қорғап, коллаген тудыру ісіне қатысады және темірді сіңдіреді. А дәрумені көздің терінің қорғаныш қабаты мен иммундық жүйенің саулығы үшін қажет. А дәруменінің жетіспеушілігі көздің көруін нашарлатып, иммунитетті түсіреді, тері мен қорғаныш қабатын бұзады. К дәрумені қан айналымының дұрыс жұмыс істеуіне керек және сүйектің саулығына қажет. К дәруменінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауына, сүйектің әлсіздігіне әкеледі. Ал Б12 дәрумені жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне қажет, сондай-ақ қызыл қан жасушаларын түзеді. Б12 дәруменінің жетіспеушілігі жүйке жүйесінің ақауына әкеледі.
қаназдыққа және де басқа да ауруларға соқтырады. Балаларымыздың дұрыс тамақтану үрдісін қалыптастыратын басты адам біз ата-ана болғандықтан, балаларымыздың тамағына аса назар аударуымыз қажет. Күн сайын ересек адамдар үстелге қоятын тамақ арқылы баланың тамақтану әдетін қалыптастырады. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, видеоның астына лайк басып, каналға тіркеліп, видеоның сілтемесімен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.